Жоқ, сіз Төребек мырза да, мына кісілердің фотосымен танысыңыз қазір. Қандай деңгейде тұрғанда, егер әкімдіктер жұмыс істемесе, президентке хат жолдайық біз онда. Істейсіздер ғой жалпы. Қазір қосымша мынандай не болады. Қазір барып көріп, қай жерге қанша насос керек. Мына Мырзакент базарында насос бар, соның алып не қылады. ЧС-қа айтып қойған. Қандай неге қанша метр жаңағы рухова шығару керек. Уже базар меншеге адында бұлсың үйіне барған, бұлсың үйде төшіп тап жатыр. Жаңа мен балдар жібердім, сіздердің бригадамен лауға. Бер тұрайық ана кісі тазалап алсын. Әрекетін жасалады. Оған керек насос не болатынса, олар қазір алып барамыз ол жаққа. Бірақ ол жерде жағата бұл кісілерге қазір қашатын жер болмай тұр да. Мына кім еркінчек бұнты шағырып алып көрді. Жаңа кім үйін алшы, омаш кім үйін алды. Сол жерде қазір қазып жатыр балдар. Мен жаңында кім алмасқанға салып жіберген балдар етігін киігіз. Жоқ, олайда бір көр. Сен қазір барып көр. Базар қазып не қыла берсін. Ол қазып отқан кезде суды қай жерге қазғадың? Ол қанша метр? Қанша метр рухова керек? Үйлерге қауіпсіз ба, қауіпсіз емес па? Сондықтан қадағалап отырсыз ғой. Бізге ана дренаж істеп тұратын жағын ауылға жақын жерде сол дренаж жоқ. Оны қазір айтып жүрмін. Дренаж істетсек жауған соң көрген көрініп болса шеше істеп тұрып, сол осы 2 жыл көрдім. Сол шағын әкетті, сол қайтып қойып берсе. Шеше сөйткей жаңғы болғаны берін тұрсасын басы. Мынада айтты, анау не рейсін басы. Рейсін басына қазір тағы жоқ, ауылға жақын жерде дренаж қосып берсе ауылға жақын жердегі үйге төйлері тағы басқа не істемеді. 14 күн ашылды, қазір 11 істеп тұрса, қалғанында басқа істейді. Бізде қазір ең басты не? Ол қазір, например, сіздер Нұрлыбай, Мырзакент емес, Атакентен Мақтарал ауылдан су көп. Анау суды жаңағы көл жетіп тұрып бар ғой, соның есебінен сұрақтан жаңа нелер болады. Қиындау болады. Ал сіздерге қазір барып көрсін, ниетті ені көріп көреді. келешек ана ауылдың қасындағы тұрған дренаж нәрсе 8-10 метр тұрды, сонда ауылда кішкене жерден астап. Ол енді бұл қосып әрекет жасайды. Басын айтты ғой. Бізде мынадайда Қарағанды Нұрбайты Қарағандының үлкен ауылы ең қасына орналасқан да. Қазір төлеп беріп тұрсын, полдың астында міне суда жатыр. Полдың астында. Бізде кірдесек, көне қалды. Одан кейін мотопомпамен қашу деген өз-өзіміз алды. Бізде қашатын ұйымдастырмаған кездестірген кезінде. Ол қашасы қайтып су шықты. Жаңбыр болса ертең арым 90% бар. Жердің бәрін суға толып қалған ғой негізі. Арқа түгелдің бұлтын. Одан арқарай ұзыратқа құйырында ненде сөйтіп есілтіп қойды. Мен өткенде мына Батқозада шығып айттым. Ана кірзетті суды кірзеттір. Қашатын ойластырмадыңыздар ғой. Жаңбыр жауса ертең не болады екенін бұл кісілер бірақ айтты. Ана техникамыз бір жақта кезде хабар береміз да, бірақ үй қалып жатыр. Мына қас келіп көрсетіп, иттерді тесіп берді қазір. Суретпен көрдім. Анау Мен Төребек мырза, ben de группаға тастадым ғой. Сол суретпен таныс болсаңыз онда. Бүгін енді осымен жаңбыр қолабасы тоқтайды деп отыр. Ертең арғы күн ашық дейді. Пятницаға ма сода бұл тағы жаңбыр несі бар дейді. 3 күнде шығасыз әкімшіде. Ақпүшке де кетті. Қараға елмек. Енді ауылдың әкімінің Албас қайтысы енді жаңбары басқа жұмыс істейтін шығар. Бір күн барып не қылып, егер де қандай базарында жақтан чиестен қандай проблема болатын ғой. Бензин жағына көміп беріңіздер. Бензин жоқ, ана мынау деп тастап кетеді оның бәрін. Бізге оны қашырған қайда жоқ. Бізге ұйымдастырған жоқ, ол қашырғанмен бәрібір жердің астынан су тойып қалған ғой. Жер суға тойып қалған, қайтып шыға береді ол. Дранажды қосу керек. Ол ең болмаса сол ауылдың қасындағы дренаж істетіп берсе. Еткен талымыздар құрып кетті. Үй сатып кете алмаймыз. Не дейді? Ойладағым бәрін істеп кеткен жоқ. Үйдің қасындағы жақын жерден істетіп берсеңіздер де, бұнда да сақтықсаңдар еді. Ана да істеп тұрған кезде осы ең жүрдің бұрын. неғып қоспайды енді қарағанды. Ана не ат кеткен дейді. Жаңасын қойып, не қойын деп жатыр. Бүгін кеше ол жаңбырдың алдында да шақырып алып, анау нені бүгін анау Акелек деген, одан кейін жаңағы арена
бәрі неге кетті. Ақшасын бөлдіріп, насостарына керек. Бүгін алдында аудан әкімі шақырып алып, тағы да шегелеп тұрып айтты. Егер қасындағы кетсеңдер 8-10 метрді алады да, сонда ананы салықты не болмайды. Вот жаңбыр жауған соң көрген күніміз осы біздің. Құлап жатыр, енді қазір Менің үйімде сондай болады. Неғылып жатыр. Жоқ, просто бір жыл бойы не істеді деп жатырмын да, мысалы мынау сізге айтайын да Төреғали мырза, ашып болса да шындық қой, кез келген нәрседе. Мысалы мына память, ана құмыра, жылқы деген памяттер бар ғой енді. Мысалы, соларды қазір халыққа керек емес. Қазіргі халыққа тамақ жайы керек, баспана мәселесі керек, жол мәселесі керек, газ, свет. Бірінші сондай нәрсеге қарай жұмсамай ма деймін аудан әкімдігі. Негізі бірінші мақсатта соны орындау керек. Мына енді қара халық көтеріп сылап келгеннен кейін барып істеген дұрыс емес деп ойлаймын. Соны алдын ала дайындалу керек соның басында. Бір күтпен етіріп барып, жаңа көрсетіп алыңдар сол проблеманың барлығы. келешек су дренажшысы үйдің қасында істеп Ерекеге звондадым. Ереке осындай су уже көтеріліп жатыр, подводный су көтерілді. Дренажды қоспай жатыр дедім. Барып сұрасақ, жұмыс істейтін деп алдар. Жоқ, негізі оның бәрін қазір түсіреміз ғой, мына оперативный тұр ғой мына жігіт. Аудан әкімдігінің несін ғой, түсіріп не алатын, сол жайын бойынша. Көрсетіп, неғып, қайда... Бәрінде қазір барып түсіресің ғой сен. Және су не бойынша сен соған бармайсың ба қазір? Жоқ, мына Төреғали мырзамен... енді жаңа кісіге енді не тапсырма бердіңіз? Жаңағы қашықты өндіріп көтердіңіз. Суды қайыққа қашыруға болады. Одан ары қарай барлығын көріп, қанша насос керек өрге. Ол бәрін біліп алса, неден пожарныйдан барып апарып, насос қойып. Судың барып қашырады. Төреғали мырза, ауыл әкімдігінде арнайы аварийный насостар болмай ма өздерінің негізі? Бұларда халыққа деген. Халыққа дегенде біз халықтағылардың несін неғамыз. Қазір енді мынандай уақытта әркім өзінің несін істейді ғой. Бірақ бізде пожарныйдан не бар? Жоқ, жарайды. Насос тауаяқта халық болып та, бірақ бензин